Ғалымдар кез келген адам әр түн сайын түс көреді дегенді айтады. Адам мен түсімде мынаны көрдім, мен мынанша түс көрдім деген уақытта ол есінде қалған түстерін айтады. Түс көру деген сөйлемнің өзі шүбә туғызады, өйткені түсті туғаннан зағип адамдарда бастан кешеді. Көру бейнесінен өзге, түсте басқаның бәрі бар. Осылайша түсте ән тыңдауға, гүлді иіскеуге, тағамды жеп көруге, немесе біреудің жақындағанын сезуге болады. Сондықтан түнде түс көрмейтін адамдардың мәселесі оларға түстің келмейтіндігінде емес, таң атқан соң естеріне түсіре алмауында. Мұндай мәселе неге туындайды? Түстерді есте сақтай алмау мәселесі теориясының бірі былай дейді. ақш ғалымдары тышқандарға тәжірибе жасаған. Тәжірибе барысында олар нейрондардың жағдайын белгілей отыра қай нейрон жұптардың арасында ұштасу жүретінін бақылаған. Сергек кезде бұл процесс былай көрінген. Алдымен гиппокамптағы жүйке талшықтары белсендірілген, ал миллисекундтан кейін онымен неокортекс деген нейрон үйлескен. Осылайша естеліктер гиппокампта түзеледі деуге болады, ал кейін қойма неокортексте ми қыртыстардың сыртқы қабатына өтеді. Осы екі аралықтың өзара әрекеттесу жылдамдығы ақпаратты сақтау сенімділігіне әсер ететіні анық. Әрі қарай зерттеушілер осы екі аралықтың түс кезінде байланысын қарастырды. Адам түстерінің көбін көздердің тез қимылдауы кезінде көреді деп есептесек, дәл осы уақытта екі қабат жиірек үйлескені байқалған. Естеліктер құрылу керек болғанмен бірден жоқ болып кетіп отырған, немесе тұманданып кету керек болған. Бұдан шығатыны мынау, ми қыртыстарының сыртқы қабатының есінде түстердің сақталуына мүмкіндік бермейтін табиғи механизмнің кесірінен адам көрген түстердің барлығын есте сақтай алмайды. Түстер жайлы естеліктерді сақтауға қарсылық қорғаныш функциясын атқаруда мүмкін, және адам түстер беретін артық ақпараттан арылып отырады. Бірақ бұл теорияны растау үшін ғалымдарға жеткілікті ақпарат аз. Түсті қалай есте сақтауға болады? Табиғи кедергілерге қарамастан адам жинақталып түстерді есте сақтауға күш сала алады. Айта кетерлігі, түстерді есте сақтау үшін артық уайым болмау керек, және біршама күш салу қажет. Алдымен оятқышыңызды селтетіп оятпайтындай күйге келтіріңіз. Оған қоса ұйқыңыз қанық болу керек. Ұйқылы ояу адамның түсін есте сақтауы екіталай. Ояна салысымен басқа жұмыстарыңызды ойламай бірінші кезекте түсімде не көрдім деп ойлауыңыз керек. Өзіңізді жұмып әрбір сәттерін еске түсіру үшін біраз уақытқа жатуда артық етпейді. Кейін дәптерге түсіңізді жаза бастаңыз. Осылайша ұсақ бөлшектерді есіңізге түсе бастайды. Кейде түстердің ұмытылған бөлшектері түнде жатарда еске түсуі мүмкін.